Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін осындай етті және бауыр қосылған тойымды салат дайындайтын боламыз. Пісіп тұрған етімізді, бауырымызды, одан кейін бізге керегі бұрыштар, помидор, тұздалған қияр, редиска, укроп, қияр және көк жуамыз керек болады. Алдымен енді пісіп тұрған етімізді ұзынша қылып турап алатын боламыз. Осылай. Одан кейін бауырымызды да дәл солай ұзынша қылып турап алатын боламыз. Көк жуаны да солай. Барлығын осындай солонка қылып ұзынша қылып турап алатын боламын. Осылай барлығын турап алдық. Енді тұзымызды, бұрышымызды дәміне қарай саламыз. Осылай. Енді сұйық майымыздан бір қасық құйып, осылай барлығын араластырып алатын боламын. Біздің салатымыз дайын. Сіздер де осылай жасап көріңіз. Менімен бірге видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет.